Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Есенгелдиева Амалия. Бүгін бізде өте жиі кездесетін, бірақ байқала бермейтін тақырып манипуляцияны талдаймыз. Манипуляцияны біз өте жиі байқаймыз, бірақ оны тани білмейміз. Себебі біз оны ақпарат ретінде танимыз, яғни ақпарат ретінде ол сөз ретінде қабылдаймыз, не айтылды деп ойлаймыз. Ал бізде ең маңызды сұрақ бұл ол сөздердің астары не, оның мағынасы не, оны адам қалай қабылдайды. Манипуляция бұл бұйрық ретінде емес, бұл жасырын жеткізу. Манипуляцияны біз әдеби сөйлемдерден, әдеби сөзбен, логикалық аргументтен қабылдап, біз соның астарын түсінбей қаламыз. Мысалға айта кетсем, біреу бізге тікелей істе деп айтпаса да, біз оны тікелей қабылдап қалып, оған келісіп қоямыз. Оның барлығы манипуляция нәтижесі. Ал біз осы тақырыпты нақты теориялық түрде талқылаймыз. Өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Көлбай Жансая. Мен қазір психологиялық манипуляция жайында сөз қозғағым келеді. Жалпы психологиялық манипуляция дегеніміз не? Бұл бір адамның екінші адамның іс-әрекетіне, мінез-құлқына, ойлауына тікелей әсер ету. Яғни манипулятор адамға тікелей бұйрық бермейді, ол адамды белгілі бір іс-әрекет жасауға итермелейді. Мұндай жағдайда көбінесе адамның эмоциясы пайдаланылады. Мысалы, кінә сезімін тудырту, асыра мақтау, немесе қысым келтіру деген сияқты эмоцияларды пайдаланып, манипулятор адамның бір әрекетті істеуіне мәжбүрлейді, былайша айтқанда. Жалпы манипуляцияның бұл жерде ерекшелігі, алданып отырған адам шешімді өзі, яғни еркін істеп отыр деп ойлағанымен, оған берілген бұйрық сырттан бағытталған. Яғни дәлелденген деректер бойынша манипуляторлар көбінесе адамның эмоциясын пайдаланады. Адамның ашуы немесе адам қатты ренжіп қалған кезде, жалпы эмоциялық тұрда адам белсенді болған кезде, адамның ойлау қабілеті әлсірейді. Манипуляторлар осыны пайдаланып, адамды белгілі бір іс-әрекет жасауға итермелейді. Яғни осы жерде біз логика мен эмоцияның жігін ажырата білуіміз қажет. Бәріңе сәлем, менің аты жөнім Мұхамеджанова Алина. Мен Жансаяның сөзін толықтыратын болсам, бүгін вербальды манипуляция жайында айтатын боламын. Вербальды манипуляция дегеніміз сөз арқылы манипуляция. Яғни адам сөз арқылы адамның физикалық және эмоционалды түріне әсер етеді. Яғни манипулятор өзіне керек сөзін мен сөз арқылы адамға әсер етеді. Оның негізгі 3 түрі болады. Бірінші түрі комплимент арқылы, яғни адам жылы сөз айтып, адамды баурап алады да, оның ойын өзгертеді. Мысалға, сен сондай ақылдысың, маған көмектесіп кетші деп. Ал екіншісі қысым көрсету арқылы. Егер сен осыны жасамасаң, біз сені шығарып жүреміз дегендей. Ал үшіншісі міндеттеу арқылы. Яғни ол оны жасады, сен де жасауға міндеттісің дейді. Яғни осындай заттарға тап болмау үшін адам сөздің жігін ажырата білгені жөн. Толықтай келісемін. Менің атым Алексеева Еру, және мен газлайтинг туралы айтамын. Жалпы газлайтинг бұл манипуляцияның жалпы қауіпті түрі. Онда адам біреуді оның ақылына, жалпы қабылдауына күмәндандыруға тырысады. Және де манипулятор көбінесе жоқ, сен өтірік айтасың, жоқ, сен өте сезімталсың, неге өйтесің деген сияқты сөздерді өте көп айтады. Және де жалпы осы манипуляцияның кесірінен адам өз-өзінен сенімсіз болып, сөздің шындығына күмәндана бастайды. Жалпы ол манипуляция көбінесе достар арасында, отбасыда, және де қарым-қатынастарда өте көп кездеседі. Және оны уақытында тоқтатпаса, шекараны қоймаса, адам психологиялық күйзеліске түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да әр адам өзінің шекарасын уақытында қорғап қалу керек. Менің атым Ахмеден Назым, және де мен қазір латентті манипуляция жайлы айтқым келіп отыр. Латентті манипуляция дегеніміз, ол адам өз ойына, өз шешіміне, бірақ та жасырын түрде уақыт өте келе өзгеру әдісі. Яғни ол жағдайда қысым жасалынбайды, және де тікелей бұйрық берілмейді.
яғни сыртынан қарағанда жай ғана сөздер болып көрінгенімен, бірақ ішкі жағында психологиялық әдістер жатыр. Мысалы, сен бұрынғыдан қарағанда өзгеріп кетіпсің. Ол жағдайда адам өзіне қалыпсыз әдеттермен өзін шұғылдануға мәжбүрлейді. Немесе мен сенің орында болсам, басқа нәрсе жасар едім. Яғни адам өзінің ойын өзгертеді. Яғни бұл бізде манипуляцияның ең қауіпті түрі болып саналады, өйткені ол көзге көрінбейді және де ішкі ойды өзгертеді. Ал подкастымызды жалғастырайық. Біз күнделікті өмірде бір-бірімізге өте қатты әсер етеміз. Бір-бірімізбен сөйлескен кезде, мысалы, біреу бізге қатты сөзі тиіп кетуі мүмкін, немесе бізді ренжітпеу үшін жұмсақ айтуы мүмкін. Бірақ оның астарында не бар? Бұның бәрі манипуляция. Осыған орай біз коммуникация мен манипуляцияның шекарасын қоюымыз керек. Яғни оны ажырата алуымыз керек. Осыған орай біз оны күнделікті өмірмен байланыстырып, яғни кино үзінділері арқылы түсіндіреміз. Кино үзіндіден бөлек менде бір сіздерге сұрағым бар. Манипуляция деген бұл жаман нәрсе ме, немесе ол қарым-қатынастың арасындағы бір көрінбейтін құбылысқа айналды ма? Иә, шын мәнінде манипуляция қалыпты қарым-қатынастың бір бөлігі ретінде сіңісіп кетуі мүмкін. Оны мен мына бір фильммен дәлелдей аламын. Барлығымыз The Devil Wears Prada фильмін еске алайық. Бұл фильм жалпы сән әлемі туралы, бірақ шын мәнінде бұл жерде билік, коммуникация және психологиялық ықпал жайлы сөз қозғалады. Жалпы бұл фильмнің бас кейіпкері Миранда Пресли. Ол белгілі журналдың бас редакторы. Ол өзі суыққанды және салқын болып көрінгенімен, оның әрбір айтқан сөзі дәл әрі нақты. Ал оның ассистенті Энди Сакс. Ол өте жас, тәжірибесіз, бірақ сонда да оның арманы бар қыз. Ол осы жұмыс арқылы үлкен мүмкіндікке жеткісі келеді. Бір қызығы осы, Миранда ешқашан Эндиге сен міндеттісің деп тікелей бұйрық бермейді. Ол суыққандылықпен жай ғана бұл жұмыс барлығы үшін арман, бұл сен үшін мүмкіндік деп айтады. Яғни бұл сөздің астарында, бұл сөзді біз мотивация немесе мүмкіндік ретінде қабылдауымыз мүмкін, бірақ бұл сөздің астарында жасырын мағына бар. Яғни Энди өзін жеке шешім қабылдап жатқандай сезінгенімен, бұл контекстің мағынасы, егер сен мұны пайдаланбасаң, сен жеткіліксізсің деген сөз. Яғни осындай қарапайым сөздердің өздерінің астарлы мағынасына көз жүгіртсек, осындай әдістер арқылы адамның психологиясын қолданып, адамды белгілі бір іске әрекет етуге итермелеуге болады. Осы тақырыпты жалғастыратын болсам, мен өзім The Social Network фильмі жайлы айтқым келеді. The Social Network фильмде екі басты кейіпкер Facebook желісін жасауға кіріседі. Марк пен Эдуарда екеуі дос. Және де Марк Facebook'тың басты жасауына кіріссе, Эдуарда қаржылай көмектеседі. Солай екеуі де Facebook'тың негізгі қалаушылары болады. Уақыт өте келе Facebook өте танымал желі бола бастайды. Сол кезде түрлі инвесторлар, түрлі компаниялар Facebook желісімен қызыға бастайды. Сол кезде Марк досына біз компанияны кеңейтеміз деп бір құжатқа қол қойдырады. Досына сенген Эдвард келісімшартты оқымай-ақ қол қояды. Уақыт өте келе екеуінің арасында жанжал пайда болады. Себебі Эдвард өзінің компаниядағы үлесі тым азайғанын байқайды. Осы фильм достық, серіктестік арасындағы жанжалды нақты баяндайтын фильм. Мен сіздермен толықтай келісемін, және де тағы да бір айта кететін жайт, ол ең күрделі манипуляциялардың бірі, ол сөз немесе ақпарат арқылы ғана емес, ол толық оқиға арқылы жасалынған манипуляция. Біз оны жастар арасынан танымал Gone Girl фильмде көре аламыз. Ол фильмде Эми деген есімді кейіпкер арнайы бір күнделік арнайды. Ол күнделікте адамдарды эмоция арқылы өзіне сендіреді. Яғни өзінің күйеуін нашар адам ретінде көрсетіп, өзін аянышты, жазықсыз адам ретінде көрсетеді. Яғни адамдар қазіргі таңда фактілер мен эмоцияларды ажырата алмайды. Сондықтан да егер бір адам бір объектке өзінің арнайы бір реакциясын қатты көрсетіп жатса, онда сіз сол манипуляцияның құрбаны болмауға тырысуыңыз қажет. Ал мысалға Mean Girls фильмінде
бұл манипуляцияның бір ерекше түрі көрсетіледі. Ол жақта мысалға агрессияны ашық түрде көрсетпейді, олар пассивті агрессия ретінде көрсетеді. Бұл дегеніміз олар мысалға адамға тікелей міне саған ұнамайсың деп айтпайды. Олар сондай бір ерекше сөздермен, интонациямен сөйтіп контекстпен түсіндіреді. Сол кезде адам өзін сондай біртүрлі сезіну мүмкін. Өйткені ол негізінде сөз арқылы жақсы сөз болса да, олар интонациямен сондай бір эмоциялар арқылы түсіне алады. Және де өзін жай сезінеді. Бұл фильмде Реджина өзінің құрбысы Сэддиге айтады: сен бүгін сондай ерекше болып тұрсың деп. Бір қарасаң, бұл өте сондай бір позитивті сөзге ұқсайды, я? Және де комплимент деп айтуға да болады. Бірақ та бұл сөздердің астарында өте терең мағына жатыр. Өйткені бұл сөздермен Реджина Сэддидің көңілінен тигісі келеді. Және осындай кездерде адам не істеу керек? Бірінші, ол өзін қорғап білу керек. Қорғаныш функциясы қосылу керек. Қорғаныш функциясы дегеніміз бұл сұрақ нақтылау керек. Сұрау керек: сен бұл сөздермен не айтқың келді? Бұл сөздерің комплимент пе, немесе сын ба деп сұрау керек. Бұндай сөздермен біз манипуляцияның алдын аламыз, және де адам осылай өзінің шекарасын толықтай қорғайды. Жауаптарыңыз түсінікті. Менің түсінгенім бойынша барлықтарыңыз жауаптарыңыз ортақ. Яғни сіздердің ойынша манипуляция бұл қарым-қатынаста көрінбей кеткен құбылыс, яғни еніп кеткен құбылыс. Енді тақырыпты теория арқылы анықтап бітірдік. Ендеше біз өзіміздің өміріміздегі құбылыстарды талдайық. Ал енді манипуляция жолдарының шын өмірдегі айқын көрінісін көрсететін боламыз. Сәлем, Назым, қалайсың? Жақсы. Бүгін бізде сабақтан кейін бір топтық жұмыс бар екен ғой, я? Мен енді біліп жатырмын. Менің жұмысым өте көп, үйде балалар бар, оның бәрін бағу керек, сабағын қарау керек. Сондай-ақ менің шаруам өте көп. Сондай-ақ ол топтық жұмысқа ол мен білімім жете ме екен, қате жіберсем не болады екен. Ол топтық жұмыс қой, мен қатемді басқалар түсінбей, маған қиын болады секілді. Қалай ойлайсың, не істеуге болады? Жарайды, уайымдама, онда өзім жасай салайын, сосын мен саған жіберемін ғой. Істей аламын деп ойлайсың ба? Я, әрине. Шынымен де мен жұмысымды істеп бере аласың ба? Я, әрине, бұл топтық жұмыс қой, екеуміз бірге орындау керекпіз, бірақ мен сен орнына жасай саламын. Көп рахмет. Осылайша біз манипуляцияның құрбаны болғанымызды байқамай да қаламыз. Ал енді манипуляциядан қорғану жолдарын көрсетеміз. Мен өте көп жұмысым бар, үйде қанша шаруа күтіп тұр. Топтық жұмыс дейсің ба? Қалай маған ол затты шешуге болады? Енді білмеймін, бұл топтық жұмыс қой, екеуміз бірге жасау керекпіз. Сондықтан да басқалармен мүмкін сөйлесіп көрерсің, басқалардан көмек сұрап көрерсің, бірақ та біз екеуміз бірге жасау керекпіз. Сен маған көмектесе алмайсың ба? Бұл топтық жұмыс болғандықтан екеуміз бірге ғана жасай аламыз, бірақ та мен сен орнына ештеме жазып бере алмаймын. Сен маған шынымен де көмектесе алмайсың ба? Жоқ, енді бұл топтық жұмыс болғандықтан екеуміз бірге бірлесу керекпіз. Менде мысалға қарағанда уақытым жоқ. Жақсы. Манипуляциядан қорғанудың ең алғашқы тәсілі бұл ең алдымен манипуляцияны тану. Яғни егер сізге біреу қысым жасаса, немесе белгілі бір істі жасауға итермелесе, бұл мәселені ой елегінен өткізіп, асықпай ойлануыңыз қажет. Ал екінші тәсілі бұл өзіңіздің шекараңызды қорғап, жоқ деп жауап беруден қорықпау. Себебі әр адамның уақыты мен энергиясы бұл құнды. Бұл жағдайда ең бастысы эмоцияға берілмей логикаға сүйенген дұрыс. Яғни бұл шешім маған қажет пе деген сияқты сұрақты өзіңізге қоюыңыз қажет. Подкастымызды қорытындай келе, бүгін біз манипуляцияның түрлерін, өмірде кездесетін мысалдарын және де фильмдегі үзінділерін талқыладық. Ендігі менің айтқым келетіні, жалпы өмірде манипуляция өте жиі кездеседі, және де кейбір адамдар манипуляция екенін өздері білмей қалады. Сондықтан да адам өзінің шекарасын қорғай білу керек деп ойлаймын. Және де кейбір адамдарға жоқ деп айтып үйрену керек.